шынымды айтсам, осыдан 4-5 жыл бұрын үлкен нәрселер үшін ғана алынатын несие. Той үшін, көлік үшін. Қазір несие деген кәдімгідей өте сондай бір қалыпты нәрсе. Бөліп төлеуге жаңағы қосымшаның ішінде дөнер де бар, кафе де бар. Оның ішінде 450 теңгелік банан да бар, 3 айға бөліп төлейсің 150 теңгеден деген. Бұл жалпы мына бөліп төлеу дегеніміз, ол бүгінгі сенің қалтаңда жоқ нәрсеге қол сұғуың ғой. Ертең ұзақ осы 3 айда өмір сүрем деп тұр ғой. Ол 3 айда өмір сүрсін, өмір сүруге Алла тағала күш қуат берсін. Мысалға, бұл жерде бізде елімізде жетіспейтіні шыдамдылық. Одан кейін эмоциялық әр уақытта әрекет жасаған кезде, бір нәрсе сатып алған кезде, сіз эмоциядан жоғары болуыңыз керек. Эмоцияның ішінде болса, эмоцияны бір жұлқынған ат сияқты да, ол әзір ал, қазір ал, ала қал, ертең жаба саламыз деп. Мен өзім жаңа 20 жылдық тәжірибе болып банкир ретінде айтам. Банкте 20 жыл бойы мен миллиондаған кредит алған адамдарды көрдім. Бәрі айтады, бір айдан кейін жабам, отпускной алам, жабам, анан алам, жабам, мал сатам, жабам, бірақ жаппайды. 80-90% халықтың соңғы күніне шейін несиені, соңғы дата платежаға шейін жүреді, ол бір о. Одан кейін ойлайды, келесі айда холодильниктің кредиті бітеді, не алсам екен, телевизор алсам екен, әлде тағы бір нәрсе алсам екен деп ойлап отырады. Бұл жерде қазақ елінің қаржылық сауаттылығының төменділігі соншалық, бізде ақша жинау мәдениеті жоқ, несие алу мәдениеті бар. Сол несие алу, әйтеуір несие алып қойсақ, әйтеуір бір нәрсе қылып төлейміз ғой дейді. Бір жағынан менің ойымша кейде әртүрлі ойлар болады. Мысалы, біздің елдегі жаңағы әйгілі банк қосымшасы өте оңай, өте қолайлы. Әлем бойынша өте бір сондай алдыңғы рейтингтеміз, банктың қосымшаның ыңғайлығын. Сол ыңғайлы оңай болғаннан кейін адамдар бір тетік басып, тез арсыз, мен арсыз деп айтар едім. Тіпті біреуден ақша сұрайтын кезде біреулер смайлик жазып, беріш деп сөздер қолданады ғой. Мына жерде ешкімді көрмейді, онлайн түрде одобрить деп бас жібереді, келе қалады да түсе қалады, ешкімге ештеңе айтпадым. Сосын үстінен үндемей іштегіні пайызын төлеп жалған красавчик болып жүресіз дейсіз ғой. Бұл жерде мысалға мен сол қосымша ыңғайлы болғандықтан сондай. Ол оған емес. Ол қосымшаны здесь қосымша не при чем. Бұл жерде әр адамның өзінің жеке жауапкершілігі. Мысалға мен ойлаймын, қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Жалпы адамның өміріндегі, дамудағы, күнделікті өмір кешкендегі ең негізгі мақсаты уақытылы, тура бүгін, тура қазір дұрыс шешім қабылдай білу.